Сәлем достар, бүгін біз сіздерге әдемі, бірақ қысқа ойлайтын қыздың бір түрлі әрекеттерді жасайтыны туралы фильмді қысқаша айтып береміз. Достар, видео басталмас алдын арнаға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Есіңізге салып қояйын, фильмде ұятсыз бейнелер өте көп. Сондықтан мұндай фильмдерге аллергиясы бар адамдарға көруді кеңес бермеймін. Ал біз бастадық. Мариса мейірімді және бай жігітке тұрмысқа шыққан сүйкімді қыз. Оның күйеуіне айтпайтын 10 құпиясы бар. Оның жетіншісі, күйеуіне керек болмайтын құпия арманы дөрекі болса да артына шапалақпен ұрдыру. Бір жылдан соң Мариса сырттан қарағанда өте бақытты көрінеді. Өйткені қыз барлық керегін қандыратын жігітке тұрмысқа шығып алған. Соны пайдаланып ол, әнші болу арманына оңай қол жеткізе алады. Сонымен бірге оның енесі ұлын мақтан тұтады және ол тіпті баласын өз келінінен қызғанатын әйелдер қауымына кіреді. Ол Марисаға ұлына лайықты әйел болуды әрқашан есіне салып тұрады. Оның сөздерінен миы ашыған Мариса саябаққа жаңа ән жазуға барады. Сол уақытта ол ән конкурсына өтініш жіберуге шешім қабылдайды, бірақ ұтылып қалудан қорқады. Кейін біраз тынышталу үшін ұятсыз сайттардан видеоларды көре бастайды. Кездейсоқ оны бір келбетті жігіт көріп қалады және қызға көзіні қысып үндемей кетіп қалады. Мариса үйіне қайтып бара жатқанда алдынан бір жігіт шығады және кенеттен бағанағы адам пайда болып жігіттерді қуып салады. Кейін ер адам Марисаға паркта эротик видеоларды көру жақсы ой еместігін айтып, телефон номерін береді және қызға керек болып қалса, Капрал түнгі клубында болатынын айтады. Қыздың назарында ер адам, яғни Слет жұмсақ сонымен қатар қатаң болып көрінді. Сондықтан қыз оның алдында қобалжып тұрды. Түнде Мариса жатын бөлмесінде құмарлата түс көреді. Түсінде оны Слет паркта артына шапалақтап ұрып жатыр. Бұл нәрсе қызға ұнап жатқаны бет әлпетінің өзгеруінен көрініп тұр. Үйіне оралған Крис әйелінің қиялдарын ұшырып жүреді. Мариса артына қатты ұрғанын қалайтын еді. Ол күйеуіне бірнеше рет белгі береді. Бірақ күйеуі сыпайылық пен жыныстық қатынасты жалғастырады. Таңертең қалағанын ала алмаған Мариса Слетке қоңырау шалады. Кейін оның дауысын естіп лезде телефонды қойып қояды. Слеттің клубы туралы көбірек мәліметті білу үшін интернетті қарап отырады. Сол уақытта күйеуі үйге келіп қалады. Ол штат прокурорының пенсияға шыққанын және оның лауазымына өзінің кандидатын қоймақшы екендігін айтады. Сонымен қатар ол Марисамен балалы болғысы келетінін айтады, бірақ Мариса оған әлі дайын емес. Өйткені ол музыкаға көбірек көңіл бөлуі керек. Қыз ана болудан алдын атақты болмақшы. Күйеуі жұмысқа кеткеннен кейін Мариса клубқа барады. Оны Оливия есімді әйел күтіп алады. Мариса клубқа кіруді қалайды, бірақ кішкене қорқып тұр. Кенеттен Слет пайда болып, ішке кіруді ұсынады. Қыз Слетпен кіруге дайын, бірақ бәрібір тартынып тұрады. Кейін олар есікті ашады. Одан шығып жатқан қыздардың дауыстары Марисаны одан да қаттырақ қорқытып жібереді. Және ол жерден тез кетіп қалады. Кешкісін ол жергілікті кафеде ән айтады. Және бұдан да үлкен сахналарда көрінгісі келеді. Қыздың әпкесі әр уақытта оны қолдайтын, бірақ енді қыздың жасы 29-ға келгендігін айтып, балалы болатын уақытын келді деп айтады. Ол әпкесі Лизаны тыңдамай, не істеуді өзім жақсы білемін дейді. Слетті көрген қыз барлығын есінен шығарады. Оның бармақтары денесіне тигенін де сезеді. Шамасы қыз соның кесірінен есін жоғалтып алған. Келесі күн Слет Марисаға қоңырау шалып оны клубқа шақырады. Біраз ойланып алған соң қыз оның ұсынысын қабылдайды. Ол клубқа барады, оны тағы да Оливия күтіп алады. Капрал артына шапалақ ұрдырып, гитара шалдыратын қыздардың клубы болып шықты. Бұл болса Мариса үшін таптырмас жер. Оливия мен Мария есімді әйел оған бұл жерде қалағанындай демалуың мүмкін, бірақ отбасын бұзылып кетуіне дайын болуың керек деп ескертеді. Мариса Слет үшін нейін жоғалтқан, тіпті оған мешок болу үшін отбасынан да кетуге дайын. Слет болса оның көзінің алдында бір қызды шапалақтайды. Мариса үйіне қайтты. Ол тағы да күйеуімен жатақта сабап тастауына белгі береді. Бірақ Кристің қолынан ештеңе келмейді. Сондықтан қыз оған айғайлап жібереді. Содан соң Мариса ваннаға түсіп, Слетті ойлап, өз-өзін қандырады. Түнде оған бір адам қоңырау шалып, сенбі күні болатын сауық кешке шақырады. Оның орнына болса, ол өмір бойы көрмеген нәрсені уәде етеді. Күні бойы Мариса туыстарымен кездеседі. Кристің анасы келіннің туа алатынына күмәнданады. Өйткені ол 30-ға таяп қалған, бірақ әлі белгісі жоқ. Кристің әпкесі де өз карьерасын тастап, ана болған және Марисаға өзін мысал ретінде айтып жатыр. Енесі де Марисаның сондай істеуін, немерелер туып беруін қалайды. Кристің қарындасы болса, қызды қолдап, ол тумаған болса да денсаулығы жақсы екеніне сенеді. Біраздан кейін енесі қыздарды ойынға шығарады. Онда жеңіске жеткен адамға $50 беруін айтады. Бірақ Марисаның ойы басқа жақта. Ойынның оған мүлдем қызығы жоқ. Қыз отбасылық кешкі астан қашып кетіп, мектеп оқушысының формасын киіп клубқа барады. Слетті көргеннен кейін өзін басқаруды жоғалтып, нені қатты қалап тұрғанын оған айтады.
Кейін олар рахаттану үшін жеке бөлмеге кіріп бара жатқанда, қызды Оливия көріп қалып, оған қызғанышпен қарайды. Ер адам әйелдің ашуланғанын сезеді, бірақ оған назарын аудармайды. Слет пердені жауып, Марисаның артына ампылдатып ұрып жатыр. Қыз болса арманы орындалып жатқанына мәз болады. Үйге қайтып қыз айнадан артының қызарғанына тамсана қарайды. Кейін күйеуінің SMS-теріне назарын аудармай, Слетпен сөйлесіп отырады. Артынан алған мотивациясы себеп кейінгі арманы әнші болуға қол жеткізбекші, және ән байқауына да өтініш қалдырады. Бұл уақытта Оливия үйінде жылап отыр, өйткені Слет оның бұрынғы күйеуі және оның Слеттен бір ұлы бар. Таңертең Крис үйіне қайтады, және әйелінен хабарламаларына не үшін жауап бермегенін білуге тырысады. Мариса бәрін мойындағысы келеді, бірақ онда істемеді. Өйткені күйеуі үйлену тойының 1 жылдығын асыға күтіп жүр, және ерекше сыйлық дайындап қойған. Бұрынғы күйеуімен кездескен Оливия Слеттен Марисамен кездесуін доғаруын талап етеді. Ол отбасылық екенін айтады, бірақ ер адам оны тыңдамай ұлын алып кетті. Үйленгеніне 1 жыл болған Крис баспасөз мәслихатында өз кандидатын қойып, қылмыс деңгейін азайтуға уәде берді. Бір уақытта Оливия жиналысқа келіп, Марисаға жасырын камерадан түсірілген Слеттің шапалақтап жатқан видеосын жібереді. Мариса сол уақыттың өзінде қорқып кетеді. Bir шама минуттан соң Оливия қызға әжетханада кездесеміз деп хабарлама жолдайды. Әйел бұрынғы күйеуін қайтаруды, өмірін алдыңғыдай жақсартуды қалайды. Сол үшін қызға шантаж жасайды. Мариса әжетхананың есігін жауып, сұхбаттан қашуға тырысады, бірақ Мариса оны әшкерелеймін деп қорқытады. Қыз болса қорқып, оның айтқандарын жасауға дайын. Оливия қызды жеңгенін түсінеді, және оның үстінен күлу үшін тағы да клубқа шақырады. Сол уақыттан бастап Мариса одан да көңілді болады, өйткені қорқыныш сезімі оны артынан шапалақтағаннан да көбірек ләззаттандырды. Достар, осымен біздің видео өз соңына жетті. Егерде сіздерге біздің видео ұнаған болса, лайк басып арнаға тіркеліп кетіңіздер. Бұл бізге келесі видеоны шығаруға үлкен шабыт береді.